Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәмді дастархан. Біз бүгін кефир қосылып дайындалатын шоколадный торт жасап үйренеміз. Пісіріп көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды 220 грамм секермен миксермен айналдырып аламыз. Екі 280 грамм ұнымызды алып, оған 1 шай қасық қосқыш, 1 шай қасық сода және 50 грамм какаоны қосып араластырып аламыз. Екі 180 мл кефирімізді және 35 мл сұйық майымызды қосамыз. Сосын жаңағы дайындап қойған ұнымызды осы жұмыртқалы массамызға араластырып, тағы да миксермен 1 келкі масса болғанша айналдырып аламыз. Сосын қалыпымызды алып, жаңағы массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минуттай пісіріп аламыз. Тортымыз дайын болғанша біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 400 мл кілегей қажет болады. Соны қойылғанша осылай соғып аламыз да. Сосын 400 мл қаймағымызды 110 грамм секердің ұнтағымен араластырып, жаңағы кілегей екеуін бірге қосып араластырып, осылай крем жасап аламыз. Креміміз дайын. Енді оны тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Жаңағы дайын болған тортымызды алып, 3 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Осылай мен арнайы қалыпта дайындадым. Торттардың ортасына осындай смородинадан жасалған джем жағып алдым. Осылай джемді жағып боламыз. Үстіне крем, барлық қорждарға да осылай жасап, кремімізді жағып, тоңазытқышқа қойып аламыз. Сосын қалғанша өзіміз әсемдейміз де, тағы да 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып алсақ болады.
тортымыз дайын. Енді осылай әдемі етіп кесіп, дастарханға беруге болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған дәмді дастархан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.